Баршаға сәлем достар, бұл Хамид Official YouTube каналы. Бүгін сіздерге «Один дома» отбасылық комедиясы арқылы бала кезінен әлемге танылып үлгерген актер Маколей Калкин туралы қызықты ақпараттар беретін боламыз. Әзірге каналға жазылып, лайк басып, қолдау көрсетіңіздер. Маколей Калкин 1980 жылы 26 тамызда Американың Нью-Йорк қаласында туылған. Отбасында 7 перзент болса да, оның ата-анасы ешқашан некелеспеген. Маколей отбасында 3-ші перзент болған. Оның жанұясы қарапайым әрі кішкентай ғана пәтерде тұрды. Анасы телефонистка болып жұмыс істеді. Ал әкесі сол кезде актерлық мансапта аяқтап, шіркеуде істеп жүрген кезет. Маколей католик дәстүрлерінде тәрбиеленді және 5 жыл бойы Сент-Джозефтің католик мектебінде оқыды. Кейіннен балет мектебіне барып бимен де айналысты. Алғаш рет ол 4 жасында Нью-Йорк филармониясының сахнасында Бэтч Биби спектаклінде ойнайды. Бір жылдан кейін 1985 жылы түн ортасында фильмі және Эквалайзер сериясының бір сериясында эпизодтық рөлдерді сомдады. Ал 1989 жылы Дядюшка Бак фильмінде басты рөлдердің бірін сомдап, алғаш рет кинодан $40 000 қаламақы алады. Бұл қарапайым отбасы үшін үлкен қаражат еді. Актер кинодан бөлек жарнамалық роликтерге де түсіп, кішкентайынан жақсы табыстар таба бастайды. 1990 жылы экрандарға «Один дома», яғни үйде жалғыз қалғанда отбасылық комедия шығады. Осы кино Маколей Калкиннің кинодағы визиткасы бола білді. Жаңа жылдық комедияда Кевин МакКаллистер есімді жас баланың рөлін сомдаған актер осы кино арқылы дүние жүзіне тез танылып үлгерді. Кевиннің рөлі ең жас актер номинациясын және Алтын глобус премиясында ең үздік ер адам рөлі номинацияларын жеңіп алуға ықпал етті. Түсірілім жұмыстары актерға қатты ұнайды. Айтпақшы, фильмдегі үйдің схемасын актер өз қолмен салған. Ал сценарий бойынша ұрылардың бірін сомдаған актер Кевиннің қолын тістеу керек болған. Актер Джо Пеши осы көрініс шынайы болсын деген оймен Маколей Калкиннің қолын шынымен де қатты тістеп алған. Осы кинодан Маколейдің қолында аздап шырам қалып қойған екен. Үйде жалғыз комедиясы кинопрокатта $500 миллион табыс тапты және ең көп ақша жинаған комедия ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енді. Ал актер бұл кинодан $100 000 қаламақы алады. Маколейдің бас менеджері оның әкесі болды. Және әкесі ұлмен бірге түсірілім алаңдарында үнемі бірге жүреді. Актер кинодан бөлек спектакльдерде рөл сомдады. Танымалдылықтың арқасында ол ойнаған қойылымдардың билеттері жылдам сатылып кететін. 1991 жылы актер тек жалғыз адам түсінеді және «Менің қызым» фильмдерінде рөл сомдады. «Менің қызым» комедиясынан актер $1 миллион қаламақы алады. Бұл 11 жастағы кішкентай балақай үшін төленген ең көп қаламақы еді. Осы кинода актер бірінші рет қызбен сүйісетін сахнасын сомдайды және MTV Awards марапатында ең жақсы сүйісу номинациясына ие болады. Актер әрмен қарай бейнеклиптерге де түседі. Соның бірі Майкл Джексонның бейнебаян еді. Актер Майкл Джексонмен жастайынан жақсы араласып достасты. Оның жасы 11 жаста болса да, сенбі күні тікелей эфирде телевизиялық шоуында жүргізуші болып жұмыс атқарды. 1992 жылы Үйде жалғыз комедиясының 2-ші бөлімі жарыққа шығады. Фильм сәтті шығып $300 миллион аса табыс тапты және актер Маколей Калкин $5 миллион қаламақы алады. Айтпақшы, осы кинода Американың экс-президенті Дональд Трамп та эпизодтық рөл сомдаған. Сол уақытта түсірілім болған қонақ үйдің иесі осы Трамп болатын. Фильмдегі көгершін бағатын әйелдің рөліндегі актрисаға арнайы көгершін бағатын мамандар көмектескен. Көпшілік актерді Үйде жалғыз комедиясының 3-ші бөліміне түсуін қалайды. Алайда 3-ші бөлімде мүлдем басқа актерлар ойнайды. 1993 жылы актер «Добрый сынок» трейлерінде басты рөл сомдады және $5 миллион қаламақы алды. Фильмге киносыншылар өте төмен баға берді. Актер әрмен қарай түрлі жанрдағы фильмдерге басты рөлдерді сомдады және әлемдік кино актерлар қатарына ілесті.
Тіпті кейбір продюсерлер Маколейдің қаламақысын төлеуге қиналатын. Себебі киноға түсу үшін ол кемінде $8 миллион сұрайтын. 1994 жылы Богатенки Ричи комедиясында ойнап $8 миллион қаламақы алды. Алайда кино табыс таба алмады. Актер осы уақыттан бастап кинодан шаршай бастайды. Ол демалғысы келетін, ал әкесі үнемі киноға түсуін талап ететін. Анасы бұл жағдайға қарсы шығып өз ұлын жақтайды және әкесі Кристофермен жиі ұрсып қала беретін. Осылайша отбасылық жағдай ажырасумен аяқталды. Отбасындағы перзенттер анасында қалса, Маколейдің кинодан тапқан табыстары жеке бухгалтерінде болды. Осы уақыт ішінде актер ешқандай фильмдерге түспеді, тек 1998 жылы бір ғана бейнебаянда көрінді. Осы жылы актер өзінің сыныптасы әрі актриса Рейчел Майнерге үйленеді. 18 жасқа енді толатын жас жұбайларға Маколейдің ата-анасы біраз уақыт қарсы болды. Алайда кейінірек келісім береді. Екеуінің отбасылық қарым-қатынасы тек 2 жылға созылды. Өкінішке орай 2000 жылы олар ажырасып кетеді. Актер кино әлеміне қайтадан қадам басып, жаңа фильмдерге түсе бастайды. 2003 жылы актриса Мила Куниспен кездесе бастайды. Сол уақытта актрисаның мансабы енді көтеріліп келе жатқан кезет. Екеуі 2005 жылы жарыққа шыққан Робоцып мультфильмінде бірге дыбыстайды. 2005 жылы әнші Майкл Джексонды жас балаларды зорлады деп айыпталған сәтте актер сотқа қатысып, досы Майкл Джексон туралы жақсы пікірлер айтады. Ол Джексонды ең жақсы жағынан сипаттады және ол өзінің жатын бөлмесінде Джексонмен жалғыз ұйықтаса да, ұятсыз ештеңе жасамады деп мәлімдейді. Айтпақшы, Маколей Калкин Майкл Джексонның 3 баласының өкіл әкесі болып саналады. 2006 жылы актер Junior атты автобиографиялық кітабын шығарады. Алайда қазір осы кітапты шығарғанына қатты өкінеді. Уақыт өте Корольдер сериалы Дұрыс емес Феррари фильмдерінде ойнайды. 2011 жылы актер 9 жылға жуық кездесіп жүрген ғашығы Мила Куниспен айырылысады. Олар жай ғана дос болып қалуға келісім бергенмен актер қатты күйзеліске ұшырайды. 2012 жылы Маколей өзіне қол жұмсады деген ақпараттар тарай бастайды. Ал басты себеп оған ғашығынан айырылғаны болатын. Ол спирттік ішімдіктер ішіп, есірткі қолдануға да барады. Тіпті есірткіге ай сайын $6000 ақша жұмсаған. Уақыт өте актердің үйіне есірткі заттары табылып, қылмыстық іс қозғалады. 2012 жылы Калкин өзінің Pizza Underground деп аталатын пародиялық рок тобын құрады. Топ бірнеше рет концерттерді береді, алайда 2016 жылы тарап кетеді. Актер уақыт өте актрисалар Агата Релота және Ирен Лопеспен кездесіп жүреді. Ол фильмдерге қайта түскенмен бұрынғыдай танымалдылыққа ие бола алмайды. 2017 жылы Өзгерістер жері немесе Мальчишник в Таиланде киносына түседі. Осы кинодан актриса Бренда Сонгпен танысып қалады. Көп уақыт өтпей екеуі кездесе бастайды. 2018 жылы актер өзінің Instagram парақшасын ашып, өзінің ютубтағы жобасын бастайды және сол баяғы Кевин МакАлистер образымен рождестволық жарнамалық роликке де түседі. Актердің осы уақытқа дейін тапқан табысы $18 миллион құрайды. Оның бірнеше қалаларда үйі бар. Өкінішке орай актер 25 жылдан бері әкесімен мүлдем араласпайды. Бір сұхбатында тіпті әкесін мүлдем көргісі келмейтін, ешқашан жақсы көрмегенін айтқан. Тіпті әкесі жүрегіне ота жасатқан кезінде де мүлдем хабар алмаған екен. Ал әкесі Кристофер Маколейді енді өзінің ұлы ретінде көрмейтінін айтқан. Осы жылы, яғни 2021 жылы 5 сәуірде Маколей мен Бренда Сонгтың алғашқы перзенттері өмірге келді. Актер 2008 жылы авариядан қайтыс болған Дакота әпкесінің құрметіне ұлының есімін Дакота Сонг Калкин деп қойды. 40 жастағы актер қазіргі таңда отбасымен бірге тұрады. Ол 40-тан астам фильмдер, бейнебаяндар мен жарнамаларға түскенмен, Один дома киносы оның кинодағы мәңгілік визиткасы болып қала берді. Достар, естеріңізде ме? Әр жаңа жылда осы фильмді асыға күтетін едік. Қаншама рет көрсек те қайталап көре беретінбіз. Біздің балалық шағымыздың жарқын естеліктерінің бірі осы кино екені шындық. Осы кинодағы басқа да актерлар туралы ақпаратты алдағы уақытта айтатын боламыз. Достар, бұл Хамид Official YouTube каналы. Алдағы уақытта қандай өнер жұлдыздары туралы ақпарат бергенімізді қалайсыз?
комментарийге жазып қалдырсаңыздар болады. Біз осы ақпараттарды сіздердің қалауларыңызбен жарыққа шығарамыз. Әзірге каналға жазылып, лайк басып, қолдау көрсетіңіз. Ал біз сіздің қалауыңызды орындауға тырысамыз. Айтпақшы, видео соңындағы сілтемелердің үстін басып, басқа да өнер жұлдыздары туралы қызықты мәліметтерді көрсеңіздер болады. Келесі кездескенше амандықта, саулықта болыңыздар достар.